Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. 2025-yil 24-noyabr kuni navbatdagi bemorimiz Qozog'istondan Sog'lom turmush klinikasiga tashrif buyurgan. Bularga BAS diagnozi qo'yilgan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xo'p, sizlarda oldin qanday holat bo'lgan qizingizda? O'zini qanday tutgan? Shu haqida gapirib bersangiz. Aytayin. Bizler o'sha BAS diagnozi qo'yilgandan keyin Qozog'istonda bizga o'zimizning klinikaga jibirdi, o'zimizning uchastkoviy. Biroq ular bizga hech narsa aytgan yo'q. Bizler Instagramdan o'sha Jalilovdan, Shukrullo Jalilovdan Instagramdan o'shunday diagnozda emdeydi degan kadrni ko'rdik. Shundan keyin o'shunda keldik. 2024-yil mayda kelgan o'sha 5-ret kelib atirmiz. O'zining kelgandan beri ухудшение нету, ухудшение жоқ. Qizim kichkina yaxshi bo'lib kela жатыр. Bizlarga qattiq unnaytni diabetal, so'sin nelari? Kapsulalari yaxshi. Sog'lom ichak вообще yaxshi, ishini qatirmaydi, zapor yo'q. Bizda әл бар. Bunda әлі жоқ болатын, усталость у нее болатын. O'shul aldingi жалобlarda aytib ketsangiz. Алдыңғы жалобаларда ол мойнын бүйтіп көтере алмайтын, мойны ауыр болатын. Қазір мойны жақсы ұстайды, былай қозғалтады, былай қозғалтады. Қолын көтере алмайтын. Сейчас вот так уже поднимает, қолын көтереді. Сосын төсекте жатқан уақытта аударыла алмайтын. Не поворачивалась туда-сюда. Сейчас немножко поворачивается на левый бок. Sizlarda ko'rib turgan Qozog'iston, Qirg'iziston, boshqa yerdagi o'shunday jalb bo'lgan patsientlarga nelar aytasiz? Kelsin осында, келсін, қаралсын, Шүкрулла Жалиловтың клиникасына келіп емделсін. Алла қаласа емі дарып мүмкін жүріп кетуі мүмкін. Біздер осымен бірнеше рет біздердің арқамызда көп Қазақстаннан келді, пациенттер келді. Олар бірақ кейін келген жоқ, біздер 5-ші раз келіп жатырмыз. Рахмет, көп рахмет айтамыз. Осындай диагнозды емдеймін деп жаңадай лечениелерін шығарып, капсулаларын шығарып, емдерін жасап атқан врачқа біз Шүкрулла Жалиловқа көп рахмет айтамыз. Басқа да врачтарға, медсестраларға бәріне рахмет, өте жақсы, условиясы жақсы. O'shul kapsulalardan qay birlarini ichdingiz? Панкрарайт, соғлам ешшак, тазаламчы малқам, жан қуат. Осы келген уақытта бізге сабыр малқамды қосып жатыр. Сосын нефрарайт, одан кейін тағы да біздерге неотоник еді, биобетал жібереді омыртқаның бойына. Одан кейін тағы не жетеді. Shul nutrientlarimizdan qanday rezultatlar bildingiz? Qanday o'zgarishlar bo'ldi? O'zgarishlar сол жақсы сезінеді өзін. Жақсы. Шаршамайды. Мына креслода ол даже 4-5 сағат отыра алады. Соткасын қарайды, жақсы. Нервісі басылды, жақсы. Одан кейін тамақтану жақсы, ұйқысы жақсы. Бәрі жақсы, тек қана әлсіздік, қолының аяғының әлсіздігі болмаса, барлығы жақсы. Rahmat, shunchalik bizdan natijalar olganinglardan biz ham xursandmiz. Alloh o'zi shifo bersin. Den sog'lig'i tilaymiz. Amin. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sendер де аман болыңдар. Rahmet.